Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты пончиктің рецептісін бөлісетін боламын. Бірақ рецепті қарамас бұрын ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жоғарыға Жансая Какимжан деген Instagram парақшамның атауын жазып қойдым. Ол жерде де сторизде көп рецептермен бөлісетін боламын. Ал енді пончикті жасап бастаймыз. Қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтке қантымызды салып, тұзымызды салып, аштықымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқамызды қосып, ертілген сары майымызды құйып, бұны да тағы да бір рет араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, енді ұнымызды сала отырып, қамыры илейтін боламыз. Илеген нанымызды 1,5 сағатқа бетін жауып жылы жерге қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді оны ыдысымыздан босатып алып, домалақ етіп жаятын боламыз. Нанымызды жайып болғаннан кейін, осындай домалақ формамен барлығын кесіп алатын боламыз. Ортасын осылай насатканың көмегімен кесіп алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға осылай пончиктерімізді салып, екі жағы бірдей қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пончиктеріміз дайын. Енді оның бетін әрлеуге кірісетін боламыз. Мен ол үшін шоколадты пайдаландым. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Сіздермен болған Жансая. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.